Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен бүгін қыстық салаттың рецебімен бөлісетін боламын. Осы менің рецебім бойынша жасап көрсеңіздер, еш өкінбейсіздер. Өте дәмді әрі тойымды болып шығады. Осы видеом ұнап жатса, подписки бөлуіне тіркелуді ұмытпаңыздар. 6,5 килограмм қызанақтарымызды тазартып жуып, төртке бөліп турап алып, ет тартқыштан барлық қызанақтарымызды өткізіп аламыз. Осылай 4,5 килограмм тәтті бұрыштарымызды жақсылап жуып, осы видеода көрсетілгендей турап аламыз. Барлық бұрыштарымызды турап аламыз. Жасыл түсінен де, қызыл түсінен де болса бола береді. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Келесісі, баклажанымыз 4 килограмм баклажанымызды жақсылап жуып, осылай бөліп, үлкен болса 4-ке бөліп, кішілеу болса баклажандарымыз 2-ге бөліп, осы видеодағыдай турап аламыз барлық баклажандарымызды. Барлық заттарымызды турап, дайындап алдық. Ең алдымен енді ет тартқыштан өткізілген қызанағымызды отқа қойып, қайнағанын күтеміз. Осылай қайнайды жақсылап. Осылай 15 минут қайнатуымыз қажет болады. 15 минут өткен соң үстіне 500 грамм сұйық майымызды құямыз. Содан соң 600 грамм қантымызды салып, болған соң 5 ас қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып, тағы да 5 минут қайнататын боламыз. Қызанағымыз міне 5 минут қайнады. Енді алдын ала дайындап турап алған тәтті бұрышымызды салып, үстіне барлығын салып аламыз да жақсылап араластырамыз. Болгарскийіміз күштеп қайнап жатыр. Ал енді осы болгарскийімізге жаңағы баклажандарымызды саламыз. Баклажан саламыз. Енді барлық баклажандарымызды салып алып, енді жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып, баклажанды салып, жақсылап араластырып алдым. Енді бетін жауып қоямыз. Тағы да жақсылап қайнағанша. Қайнап жатыр. Енді қайнағаннан кейін 20 минут қайнау керек. Езілмейді, өте әдемі болады. Баклажанымды салып 20 минут қайнап біткенше укроп, петрушка, чеснок, мынандай әші бұрышымызды жақсылап жуып, тазалап, осылай ұсақтап турап аламыз. Баклажанымыз 20 минут жақсылап қайнады. Енді осылай 70%-тік менің қолымдағыдай уксустан мынандай үлкен ас қасықпен 4 ас қасық қайнап жатқан салатымыздың үстіне 4 ас қасық құятын боламыз. 4 ас қасық құйып, жақсылап араластырып аламыз. Құйып алдық. Енді жақсылап араластырамыз. Араластырып алған соң үстіне алдын ала турап дайындалған ас көктерімізді, чесногымызды, әші бұрышымызды саламыз. Салып болған соң тоже жақсылап араластырып, бір 4-5 минуттай қайнатамыз. Салатымыз 4-5 минут қайнады. Міне түрінің барлығы осындай болып шығады. Иісі дегеннен де керемет болады. Мен алдын ала банкаларымның барлығын залалсыздандырып алдым, яғни стерильдеп алдым. Енді осылай бүкіл банкамызға құйып шығамыз салаттарымызды. Салаттарымыздың барлығын осылай банкаларға орналастырып құйып аламыз. Сонан соң закрывашкамен, яғни банка жапқышпен барлық банкаларымыздың крышкаларын бұрап шығамыз. Құрметті оқырмандарым, осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Өте дәмді әрі тойымды, қыста дегеннен супер салат болып шығады. Мен өзім жыл сайын жасаймын осы салатты, осы рецепт бойынша. Еш өкінбейсіздер. Видео ұнап жатса, рецепт ұнап жатса, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.